Жетінші дәріс қазақ даласындағы бітімгерлік мәселесі. Дәстүр мен заманауи шешімдер. Қазақ даласы ежелден дау-дамайды шешудің өзіндік ерекшеліктерімен танымал болды. Тарихтан тамыр тартқан бітімгерлік дәстүрлері бүгінгі таңда да өзектілігін жоғалтқан жоқ. Мәселенің өзектілігі қоғамдағы келісім мен тұрақтылықты сақтауда бітімгерлік институттарының маңыздылығымен айқындалады. Бітімгерлік институттары. Бітімгерлік институтқа біз билер сотын жатқызамыз. Билер соты ол қазақ халқының дәстүрлі қоғамында ерекше орын алған. Олар дауларды шешуде, әділдік орнатуда, қоғамдық келісімді сақтауда шешуші рөл атқарған. Билердің шешімдері халық арасында зор беделге ие болды. Олардың әділдігі мен даналығы арқасында даулар бейбіт жолмен шешіліп отырды. Билер соты қазақ қоғамының ішкі қатынастарын реттеуде маңызды құрал бола білді. Руараларлық және отбасылық жанжалдарды шешуге ықпал етті. Дәстүрлі бітімгерлік әдістері. Келісім, айып және татуласу. Келісім ол дәстүрлі бітімгерлікті келісімге келу ең маңызды қағидат ретінде таныды. Тараптарды ымыраға келтіру және ортақ шешім табуға ұмтылу басты мақсат болады. Айып және татуласу. Дау шешілген соң, кінәлі тарап айып төлеп зардап шеккен тараппен татуласу рәсімін өткізетін. Бұл әдіс қоғамдық тәртіпті қалпына келтіріп, әділдікті қамтамасыз етті. Қазіргі Қазақстандағы медиация, құқықтық негіздері мен тәжірибесі. Қазіргі Қазақстанда заңнамалық база, медиация институты, медиация туралы заңмен реттеледі. Бұл дауларды соттан тыс шешуге мүмкіндік береді. Медиацияның рөлі медиаторлар бейтарап тұлға ретінде тараптар арасында келіссөздер жүргізуге көмектесіп, өзара тиімді шешім табуға бағыттайды. Қолданыс тәжірибесінде медиация қазіргі таңда отбасылық, еңбек және азаматтық дауларды шешуде кеңінен қолданылуда. Бұл сот жүктемесін азайтуға ықпал етеді. Халықаралық тәжірибеге тоқталатын болсақ, дауларды шешудің тиімді модельдері ретінде әлем елдерінде медиация және бітімгерлік институттары әртүрлі формада дамығанын байқаймыз. Олардың тәжірибесінен Қазақстан үшін көптеген пайдалы сабақтар алуға болады. Сингапур, ақш, Германия сияқты елдерде медиация дауларды шешудің тиімді және кең таралған құралына айналған. Қазақстан үшін бітімгерлікті дамытудың жолдарына тоқталайық. Ең бірінші ол заңнаманы жетілдіру керек. Медиация саласындағы заңнамалық базаны одан әрі жетілдіріп, оны қолдану аясын кеңейту керек. Екінші, медиаторларды даярлау. Кәсіби медиаторларды даярлау және олардың біліктілігін арттыру жүйесін нығайтуымыз қажет. Үшінші, қоғамдық ағарту және де мемлекеттік қолдау болу керек. Қорытынды. Бітімгерліктің болашағы және негізгі ұсыныстар. Қазақ даласының ежелгі бітімгерлік дәстүрлерін қазіргі заманғы медиация институттарымен біріктіру керек. Бітімгерлікті дамыту арқылы қоғамдағы келісім мен тұрақтылықты нығайтамыз. Сол үшін де медиацияны дауларды шешудің тиімді және де жылдам экономикалық тұрғыдан тиімді әдіс ретінде насихаттауымыз қажет. Болашақта бітімгерлік Қазақстан қоғамының ажырамас бөлігіне айналып, дауларды шешудегі басты тетіктердің бірі болуы тиіс.